Қадірлі достар, сіздер Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасында болып көрдіңіздер ме? Алдағы 5 минутта рухани ордаға бірге саяхат жасаймыз. Кеттік! Келер жылы 125 жылдығын атап өтетін кітапханада оқырмандар үшін мол мүмкіндік қарастырылған. Толық жабдықталған оқу залы, көркем әдебиет туындылары жинақталған абонемент, тарихи құнды басылымдар сақталған сирек кітаптар залы бар. Академик Қаныш Сәтбаев жайлы көбірек білгіңіз келсе, Тау тұлғаның атындағы залды тамашалаңыз. Сұлтан Махмұд Торайғыров атындағы залда сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жанашыр орталығын айтпай кетуге болмас. Аталған орталық Брайль қарпімен кітап шығару жұмысын белсенді атқаруда. Интернет кеңістігінде кітапханамызда 11 сайты бар. Бұл ресми сайт пен өлкетану сипатындағы электрондық ресурстар. Ақын жазушылардың, ғалымдар мен өлкетанушылардың еселі еңбектерін білгіңіз келсе, бірыңғай онлайн кітапханаға кіріңіз. Қадірлі достар, кітапханамызға белгілі адамдардан кімдер қонақ болды деп ойлайсыздар? Айтсам, таң қаласыздар. Мәселен, рухани ордаға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Сенат төрайымы Дариға Назарбаева, Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев, жазушылар одағының бірінші орынбасары Ақберен Елгезек, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дәулеткерей Кәпұлы, еліміздің Сенат және мәжіліс депутаттары мен белгілі тұлғалар кітапханаға келіп бас бармақпен баға берді. Ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ерлікке тағзым виртуалды музейінің тұсауы кесілді. Кітапхана бастамасымен Павлодар Нұрсұлтан, Нұрсұлтан-Павлодар электр пойызы Абай жолы жобасы жүзеге асырылды. Абайтанушы Даниял Әсенов Абайдың шығармаларын жатқа оқыса, дәстүрлі әнші Жанболат Байсолтан хәкімнің әндерін орындады. Көпшілік арасында Абай әр үйдің төрінде кітап сыйлау акциясы өтті. Сонымен қатар облыстық кітапханада Абай алаңы ашылды. Кітапханада аутист балалармен жеке жұмыс жасауға арналған аяулы алақан жобасы бар. Түрлі салада жетістіктерге жеткен жас мамандарға арналған жастар жобасына қатысқан қыз-жігіттер жобаны жалғастыруды өтінуде. Ертіс пен Тобыл арасы жобасы Қостанай және Павлодар өңірлерінің қаламгерлері үшін алтын көпірге айналды. Кітап керуені атты жоба шеңберінде әлеуметтік орындарға көшпелі кітап көрмелері қойылды. Әлемді дүрліктірген пандемия кезінде коронатерапия жобасы адамдардың жан саулығына оң әсер етті. Жоба шеңберінде 30 тәулік 30 кітап акциясы, экологиялық күнтізбе айдары, менің мамандығым, менің таңдауым, майданнан келген хаттар, Абаймен серуендеу жобалары көпшілікке ұсынылды. Карантин уақытында белгілі фольклоршы Даниял Әсенов пен шәкірттерінің қатысуымен жыр мен жыршы онлайн жобасы ұйымдастырылды. Егерде сіз отбасы құндылықтарына мән бергіңіз келсе, ене мен келін жобасын көріңіз. Карантин кезінде кітапхана ауласында ашық кітапхана ұйымдастырылды. Келушілер сөредегі кітаптармен танысып, әдебиеттерді үйге алуға мүмкіндік алды. Рухани жаңғыру шеңберінде Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің ғалымдары түрлі тақырыпта 18 көпшілік дәріс өткізді. Кітапханада жыл сайын кітапхана түні ұйымдастырылады. Көлемді шараны қала тұрғындары ерекше ықыласпен күтеді. Жыл сайын 23 сәуірде дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні аясында оқитын Павлодар фестивалі өз сән салтанатымен өтеді. Өткен жылы кітапхана тарихи білім орталығы атты халықаралық конференция ұйымдастырылды. 2 күнге жоспарланған шараға еліміздің барлық өңірлері мен Ресей және Монғолия республикасының өкілдері қатысты. Қазақстан республикасының тәуелсіздігінің 28 жылдығына орай тәуелсіздіктің құрдастары арасында маған 28 челленджін жариялады. Халықаралық ынтымақтастықты дамыту негізінде Қазақстан Ресей арасында шекарадағы кездесу, кітапхана өлкетануды зерттеу орталығы ретінде жобалары жүзеге асырылуда. Сондай-ақ кітапханамыз халықаралық деңгейдегі Eurasia Book Fair жәрмеңке көрмесіне қатысты. Қадірлі достар, рухани бай болғыңыз келсе, кітапханаға келіңіздер.